сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Аял Wings. Достар, бүгінгі видео бізде менің сумкамда не бар деп аталады. Яғни бұл бізде тоже екінші часть болады. Мен алдында өзімнің рюкзагымда не бар екенін көрсетсем, в этот раз мен өзімнің осындай сумкамда не бар екенін көрсететін боламын. Я көріп тұрғандарыңыздай, менің күнделікті сумкам осылай көрінеді как-то. Осындай красный цветтегі, как обычный сумка. Ендеше осы сумкада осындай бау, как обычный, еще осындай брелок и өзі осылай көрінеді. Сумканың ішін ашып көретін болсақ, ендеше мен бастайын. Бірінші менің сумкамда, ол менің көзіме түсіп тұрған осындай зажим. Мен всегда өзімен бірге именно зажимді алып жүрем, өйткені керек маған. Именно осы. Келесі зат, ол менде менің күнделікті өмірде прям ешқашанда бұнсыз өмір сүре алмаймын мен. Наушники, мен ешқашанда наушниксіз өмір сүре алмаймын, так что мен ешқашан қасымнан тастамаймын. Келесі көзіме түсіп тұрған, ол менде осы зарядка. Зарядка мен күнделікті өзіммен бірге алып жүремін. Всегда қай жерге барсам да, мектепте болсын. Келесі ол менің сумкамда, ол келесі болып осы бір айна. Ешбір қыздың сумкасында осындай айнасыз болмайды деп ойлаймын. Келесі менің көзіме түсіп тұрған ол бальзам для губ. Мен бұнсыз просто так жүре алмаймын, өйткені неге екенін менің ернім тез құрғап кете береді, так что мен всегда осыны алып жүремін өзіммен бірге. Келесі ол бізде влажная салфетка и еще менің портменом, я. Короче, бұл портмена мындайда. Вот, мен бұны негізі баяғыда алғам, өзімдікі бөлек қой. Негізі новыйдан алу керек еді деп қоясың ғой, короче. Вот, осы несіз бәрінде болады шығар деп ойлаймын, я. Менікі андай баяғыдағы алғаным ғой, в принципе. Так, келесі ол бізде осындай полотенце. Мен өзімен бірге всегда осындай бір, хотя бы бір полотенце или платочек алып жүргенде ұнатамын. И тағы да, мұнда бізде осындай екі, осындай қыстырғыштар. Бұларсыз тоже болмайды, өйткені менде челка бар ғой. Вдруг соны жинау керек болатын болса, мен соны жинауым керек да. И все, менің сумкамда осынша заттар шықты. И оның ортасында тоже бір қалта бар. Қазір соны ашып көрейік, ішінде не бар екен. Мне интересно. Что это? Боже мой. Это типа андай да. Сіздер білесіздер, менде бір не болған етін, браслет, который андай шексіздіктің белгісімен, соныкі осы. И еще мен мынаның ішінде не жүргендерін білмеймін, қорқып жатырмын. Не жүр мынаның ішінде? Бірдеңелер жүр әйтеуір. Сейчас көреміз. Мен бұнланы қанша не болған, ақтармағанына блокноттың осындай ключі шықты. Мен осы ортасыншы қалтасын ақтармадым вообще депше. И біздегі ол последний депше. Блин, көрсеткім келіп тұрған жоқ, мен көрсетпеймін сіздерге негізі. Суыққа өте. Мен сумкамда неге екенін всегда андай не жүреді. Мынау мысалға андай да, ножда. Пышақта, короче. Мен өзімнің сумкамда осындай пышақ жүреді. Бірақ мен бұны сіздерге как-то көрсете алмаймын. Просто так көрсету стыдно сияқты менің ойымша да. Короче, вот, ребята, өзімен бірге всегда жүретін осы нож. Сумкамда жүреді екен, жүрген негізі. Мен бұрыннан бері осындай нож ұстаймын, вдруг керек болады. Ойлап қалмаңыздар мен андай бір ойбайнағыз. Еще менде ол өзімнің очким, черный цветтегі. Короче, вот мендегі бар заттар осылар болып тұр. Пока что. Менің сумкам как-то осылай көрінеді деп қалайды. В общем, айтқанда, мен өзімнің сумкам жайлы осы көп өзім жазда жоспарлаған осындай видео түсірем деп. Сол түсіре алмай кеттім, то есть енді ғана түсіріп жатырмын. И ярады, что мен түсірдім. Так, ребята, и осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Егер де сіздерге бұл видео ұнаса, оны лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. И, конечно, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетесіздер.
кетіңіздер. Негізі бар ғой, андайда осы заттар именно күнделікті қыздардың сумкасына жүреді деп ойлаймын. Негізі бір жаққа именно шығатын кезде көп заттар аласың, например, өзіңмен бірге косметика аласың, бірақ оны именно осыған салмаймын да мен осы рюкзакта. Менде не только мынау, именно рюкзак болады еще менде. Мен көбіне мынандай сумкалармен жүрмеймін, вообще жүрмеймін деп айта аламын. Маған көбіне рюкзакпен жүрген полезно, да, чтобы мен мысалға күнделікті сабаққа ұстайтын рюкзагым кішірек, мини сумкалар, мини рюкзактар асқанайды өзіме, чем осындай бір сумка ұстап өстіп жүргеннен қарағанда, да. Солай. Ладно, ендеше мен видеомды көп созбай аяқтайын. Кездескенше, хотела сказать. Короче, айтқанда, кездескенше.